Жаудыр? Ау? Мен жұмысқа барып келейін, е? Жарайды. Мен тамақ жасап қойайын. Саған ұнаған тамақ, маған да ұнайды. Қалаған тамағын жасай бер. Жақсы. Манты жасап қойайын, е, онда? Оған продуктың бар ма? Әкеп берейін ба? Бәрі бар. Онда мен жаттығудан кейін балаларды үйге алып келейін, е? Міндетті түрде алып кеш. Біраз болды келмегеніне балалардың. Олар үнемі сені мақтап жүреді. Жәудір жеңгейдің асы сондай дәмді деп. Бір қуанып қалсын, е? Жәндерім, сол. Тамағым саңған шығар. Жарайды, жақсы. Ай, жарайсыңдар. Жарайсыңдар, жігіттер. Болашақ чемпиондарым. Нұрдәулет? Не болып қалды, тыныштық па? Мазан жоқ қой. Сыныбындағы Асланнан кеше қол күрестен жеңіп қапты ғой. Соған бола ма? Қане, еңсеңді көтер. Тұр қане. Әр жеңген сайын қыздардың алдында басымнан шерте береді. Жаттығудан кейін сол жігітпен мен таныстырып қойшы. Дұрыстап бір сөйлесейін. Сіз оны бір удармен ғана құлатасыз ғой, жынды төбелес болады. Мен де барайыншы, көргім кеп тұр. Қой, жігіттер. Әр жеңілген адамды дұшпан санасандар. Сендерден жақсы спортсмен шықпайды. Дұрыс айтасыз. Бірақ оның қыздардың көзінше басынан шерткен дұрыс емес қой. Ақылды адам бірінші әр нәрсенің себебін іздейді. Мысалы, сенің басынан не үшін шертті? Кім жеңілсе, соның басынан шертеміз деп бәсескенбіз. Әне? Көрдіңдер ма? Өзі кінәлі. Өзінен көрсін. Нұрдәулет, мынаны миына қойып ал. Қанша жеңілсен де, қанша сүрінсен де, қайта тұрып, қайта жаса. Сонда жеңіске жетесің. Ұқтың ба? Ұқтыңдар ма? Иә. Әне, жаттығуға кірісіңдер. Бол! Сәуле, сен қызықсың. Кіп-кішкентай қыздарды таксиге қалай салып жібересің сен, а? Басқа жаққа алып кетсе не боласың, сен өзің ойланшы. Есің дұрыс па сенің? Әпке. Туған әпкем бола тұра, сіз ұрыспаңызшы енді маған. Итак, күйеумен қырылысып жатқанда. Сол күйеуіңмен ерегіскенді қойшы сен. Сіз еркектің бәрін русан жеседей деп ойлайсыз. Ішпейтін, шекпейтін. Маңдайыңыздан бір рет шерткен емес. Қанша жылдан бері бала таппасаңыз да, бір рет бетіңізге басқан жоқ қой? Кешіріңізші әпше. Ашумен аузымнан шығып кетті. Қайтем енді. Қанша жылдан бері тойып алып ішіп келеді дағыны маған қыз керек емес, ұлтап деп миымды жейді. Шаршап кеттім. Сосын қыздардан садаға кеткір дедім де сіздің үйіңізге жібердім. Жарайшыламашы енді. Ертерек айтқанымда өзім-ақ барып алып кететін едім ғой. Жалғыз жібергеніңе айтып жатқаным ғой. Уайымдама, қазір сыртқа шығып күтіп алам. Жақсы, жылама. Сен неге ертерек айтпадың? Айзера мен еңіректің келетін. Дүкенге барып, тәтті-пәтті соқ-поқ алып келетін ол бұларға, а? Өзім де білмей қалдым тіпті. Сәуле аяғасынан хабарласып қыздар бара жатыр деді. Ал, астан алып отырыңдар. Олдар. Нұрдәулет, сен дым жемепсің ғой. Жоқ, рахмет, мен қазір тағы біраз жаттығу жасаймын, сосын аз жедім. Жаттығуды ертең жасайсың. Адам демалатын кезде демалу керек. Жәудір, сен қателесесің. Нағыз жетістікке жететін адам, қалғандар демалып жатқан кезде жұмыс жасайтын адам. Жарайсың, Нұрдәулет. Тамақ өте дәмді болды, рахмет сізге. Иә, Мирас дұрыс айтады, өте дәмді. Ой, айналайында рас болсын. Көп жеп қойды ма? Көтерем болып қалмасын болған. Жей ғой жат.
Ал жігіттер, жарысқа дейін дайындықты тоқтатпаймыз, е? Әлі қайда қанша уақыт бар ғой, үлгереміз. Уақыт деген баға жетпес қасына. Егер сендер өздеріңе темірдей тәртіп орнатып, дайындықты тоқтатпайтын болсаңдар, міндетті түрде нәтиже болады. Менің қарсыласым өзімнен үлкен болмаса жақсы ойлады ағай. Соны уайымдаватым. Мен де дәл солай ойлаймын. Ең қорқынышты нәрсе ол күдік. Босқа күдіктене бермей, өздеріңе сенімді болыңдар. Сонда ғана өзгелер сендерге сенетін болады. Мирас аға, сіз маған сенесіз бе? Неге сенуім керек саған? Нұрдәулет, сен ше? Түсіндіріп айтсайын неге екенін. Жарыста жеңіп шығатын ма? Білмеймін. Әлі қайда уақыт көптеп жүргеніне қарағанда сенбей тұрмын мен саған. Ал сен? Мен де 50-50 толық сене алмаймын. Ал мен өзіме сенемін, сіз ше ағай? Сен өзіңе сенесің ба? Иә. Ендеше мен де саған сенемін. О, болды ғой, онда жарыста жеңіп тұрмын ғой. Ай, жарайсың. Жарайды. Жақсы. Жолдарың болсын. Ертерек жетіп алыңдар, Жақсы. Шаудырап, не істеп жатырсыз, сізге көмектесейін ба? Жарығым сол. Сенің қыз болған түріңнен өзім жасаймын жан, бар ойнай берсең, қонақсың ғой. Шаудырап, мен қонағым емес, сіздерге қыз болғым келеді. Шөлдеп кеттім, су беріңізші. Жарайды, су берейін. Папамды жаман көремін, ол арақ ішсе бізді жеп көреді. Папа арақ ішті, мас болды, мама жылады. Жандарым, су. Папа мен мамаға олай ренжуге болмайды. Олар сендерді жақсы көреді ғой. Өтірік айтасыз, папа бізді жаман көреді. Маған қыз бала керек емес, ол бала керек деді. Жансу, ақылыңнан сенің. Ханшайымдар қайда? Алла қайырушылар жерде келді. Үй жандар. Үй жанса. Міне, сендерге не алып келгенін қараңдаршы. Мә, саған. Жезелерің не алып келген сендерге? Чипсы алып кепті, сок алып кепті. Маған ештеңе алып келмедің ба? Келесі жол, Папам ғой. Я, бұл менің папам дауысы, мен қорқамын, кетпеймін. Болды, қыздар, қорқпаңдар. Жадыр, сен қыздардың қасында бол, мен барып сөйлесіп келейін. Жарайды. Бажеке, ашсай. Айқайламасы балалар шошытасың ғой. Қыздарыма келдің, қашты ғой. Бажеке, қыздарыңа келсең, арақ ішпей келсей, не түрім мынау? Бажеке, мен келсем өз қыздарыма кеттім, сонда маған өз қыздарым өзіме көрсетпейсің ба? Әкелері мен ғой, жоқ әлі сен. Өздерің бала шағаларың жоқ болғаннан кейін мен екі қызымды асырап алмақшысыңдар ма сендер? Не деп тұрсың сен? Сен өз қателігіңді біліп алсай? Бажеке, мен оларға ұрсам да өзім білем, Бажеке. Олар қателік емес. Олардың әкесі менмін, Бажеке. Әке болып, балаларға тәрбиелеудің жалғыз жолы ол үлгі бола білу. Егер қыздарыңды алып кеткің келсе, арақ ішпей, адам ұстап киіп кел. Сол араққа жұмсаған ақшаңа оданша сыйлық ал. Олардан кешірім сұра. Адам ұстап алып кетсей, Бажеке. Сен мен түсінші, Бажеке. Бажеке, мен сен балдызыңа артық ешнерсін айтқам жоқ. Мен айтқам, екі қыз өсіп қалды. Маған қашан ұл сыйлайсың? Мен ұл баланың маңдайын иіскегім келеді. Маған ұл туып берші, қашан? Бар болған осы. Ол Алланың қолында ғой. Соны неге түсінбейсің? Егер біздің қолымызда болса, неге біз жасап алмаймыз сол баланы? Сондықтан, Бажа, басындағы бақытты бағалай біл. Әйтпесе бір күні бақытсыздыққа
ұшырап қалуы мүмкін. Қыздар, бәрі дұрыс екен. Уайымдамаңдар, иә? Папа мен Руслан жеже жатыр ма? Жаудырап те осында қаламыз ба? Олар ұрсып жатқан жоқ ешқандай да. Жай сөйлесіп жатыр. Жезелерің алып келген тәттілерін жейміз ба? Жүріңдер, сендерге соқ көт берем. Қазір ұстап аламын сендерді қазір. Оппа! Айзере? Еңелек. Қайда мыналар, Оппа! Кәз. Оппа! Қайда кетті мыналар, Бұл кім болды? Есік ашық, кіре бер. Кім екен? О, Бажеке. Қалайсыңдар? Ай, жаным. Құдай беру соған. Ай. Қатты сағындым сендер. Мен сендерді өте қатты жақсы көрем, жандарым сол. Сендер маған ренжімеңдер, иә? Папаларың енді ішімдік ішпей. Мамаларың да сендерді өте қатты жақсы көреді. Сендерді алып келіңдер деп мен жіберді. Алабай. Бажеке, Қайымбеке, сіздерге көп рахмет. Біз сізді қатты сағындық. Үй жанымыз. Елілік жүр киімдерімізді жинайық. Үй жандарым. Ей, тамақ ішіп кетпедіңдер ма? Иә, тамақтайын. Жо, рахмет. Мамалар да тамақ дайындап жатыр еді. Асығыспыз. Әуремай ақ қойыңыздар. Болып қалыңдар ма? Мамамды қатты сағындым. Жездемен, әпкемен қоштаспайсыңдар ма? Жақсы. Бажеке, жақсылығыңызға үлкен рахмет. Алладан қайтсын. Сендер үшін өте қуаныштымын. Жақсы. Сау болыңыздар. Жолдарың болсын. Кетті қыздар. Не болды? Бір түрлі болып тұрсың ғой. Өз балаң өзекке тепсең де кетпейді деген осы екен ғой, иә? Қанша көңіліне қарасақ та ренжіткен әкелері келіп еді, бәрін ұмытып кетті де қалып. Қайта қуанбайсың ба? Әрине қуанам ғой. Біздің өз балаларымыз қашан болады екен? Алла берген күні болады. Қанша жыл болды күтіп жүргенімізге. Қашан береді? Құдай көп күттірсе, демек берері де мол деген. Сені бақытсыз қылғым келмейді. Ажырасқанымыз дұрыс шығар. Кім айтты мен бақытсыз деп?
Мен сенімен бақыттымын. Саған бала сыйлай алмадым. Алланың құдіретін көрмеген адам жемісті ағаш жасайды деп ойлайды. Баланы сен жасамайсың. Оны беретін Алла. Сондықтан өзін кінәлама. Жәудір! Жәудір! Қайда кетіп қалдың? Жәудір! Алло, Сәуле, Жәудір саған хабарласпады ма? Жоқ, тыныштық па, не болды? Білмеймін, телефоны өшіп тұр. Саған хабарласса, маған хабар берші. Жарайды, айтайын. Аха, жарайды, жақсы. Жәудір? Ой, ағай, үйде екенсіз ғой? Неге телефон көтермейсіз? Ауырып тұрсыз ба? Мазаңыз жоқ сияқты ғой. Жәудір жеңге үйде ма? Бәрі дұрыс жігіттер. Сол Жәудір жеңгелерің үйде жоқ. Телефон сөндіріліп тұр. Бізде не көмек? Жай зарядкасы бітіп қалған шаркасы келіп қалар. Ау, Сәуле? Алло, Жезде, әпкем хабарласпады ма? Жоқ. Кеше маған ажырасқысы келіп жүрген айтып еді, басқа қалаға кетіп қалмаса болған. Не? Ажырасам деді дейсің бе? Солай дегенде болған, киімдер үйде тұр ма? Қайда кетуі мүмкін, а? Жәудір? Сен қайда жүрсің? Неге телефон өшіп тұр? Таңертең мазам болмағаннан кейін дәрігерге барғам. Телефонымның қуаты бітіп қалды. Неге маған айтпайсың? Өзім апарып алып келетінмін ғой. Сені әурелегім келген жоқ. Сен қызықсың, мен үйде жатырмын ғой. Қолым бос. Өзім апарып алып келетінмін ғой. Менің аяғым ауыр. Не? Рас айтасың ба? Біздің баламыз бола ма? Иә. Аллаға шүкір. Құттықтайым. Жаным, сол анау мирасты бірінші орын алған үшін құттықтап қойшы. Қалған екі балам да жаман болған жоқ. Нұрдәулет екінші орын, Абылайхан үшінші орын алды. Ой, жандарым, сол балаларының барлығы жүлделі орын алыпты ғой сенің. Сенің еңбегінің арқасы ғой. Құттықтайым. Енді аман есен жетіп алыңдар, байқап жүріңдер. Сендер келем дегенше жақсылап дастархан әзірлеп күтіп алам ғой. Жәудір ештеңкеге әуре болмашы. Бір жеріңді ауыртып аларсың. Ауыр көтеріп қалма, жарай ма? Не жегің келеді, ала барайын. Бар ғой дүкенде барлығы.
Байымдамаш. Керек болса алып жейін. Жақсы онда. Жарайды, жақсы. Көз маған ұқсай ма қалай? Иә, ұқсайды. Жиже, тұңғыш медалім осы братишкама арнаймын. Рахмет. Олымның атын Жеңіс деп қоям. Болашақта әлем чемпионы болады. Айтқаның келсін, ниетіңе жет. Бауы берік болсын, женше. Рахмет. Мен де медалін берсем, 3-ші орын метемей ма деп тұрмын. Жеңістерің құтты болсын айтпақшы. Бізде бәрі жақсы, уайымдамаңдар. Мен ана кішкентай ұйықтап жатыр, барайын, е? Жақсы, аман болыңдар. Жарайды, жақсы. Я, Бажеке. Бажеке, қанша жыл күттің сен. Баштым. Қанша жыл күткен сәбиің ғой сен. Бажеке. Құтты olsun, қайбеке құтты olsun. Батырым, сол батырым. Кімге ұқсайды екен, а? Руслан, сен жолғасың ба? Әкел мен өзім көтерейін. Жоқ, өгейін. Үйге барғаннан кейін көтересің?